Мен сені бүгін мына зергерлік бұйымдармен таныстырмақшымын. Себебі әрбір қазақтың анасы өз қызына осындай әртүрлі бұйымдарды қыз бала дүниеге келгеннен бастап жинай бастайды. Қызым, мынау мінекей, мынау саған арналған менің алқам, бұны тұмарша деп аталады. Тұмаршада мына түтікше тәріздес тұмаршаның бөлігінде әртүрлі дұға салып сақтайды, немесе басқа да қажетті заттарын сақтауға болатын. Бұны тұмарша деп атаймыз. Бұл алтынмен шайылған бұйым. Одан кейінгі мына көрсетейін деп отырғаным бұл шашбау. Шашбау, қызым, бұл көбінесе күміс шынжырлардан тұрады. Мынау қос шынжыр. Қос шынжыр қаншалықты көп тағылмаған сайын бұларда иі түспеген жаңағы қатты болып тұрады. Мынау оның шашбаудың аралығы. Шашбауда міндетті түрде аяқ болады. Шашбауда аяқтары әртүрлі болады. Көп жақсы сылдырлау үшін шашбауда 14 аяқты, 20 аяқты шашбаулар болады. Мынау орташасы, бұнда 7 аяқты. Аяқ дегеніміз не? Мынау шашбаудың шынжырланған аяқтары. Содан кейін шашбауды таққан кезде әр кезде жас келіннің, қыздың жүрісі түзу болады. Яғни шашбау әр кезде адамды түзу жүруге қалыптастырады. Ал қыздарға, балам, көбінесе шолпы тағылады. Шолпы бұл шашқа жеңіл болғанмен қыздардың сылдыры, яғни қыздың өзінің бойын түзуге, жүрісін жөндеу үшін шолпы тағылады. Шолпы әр кезде аралары бөлек қыздың шашына, екі бұрымына тағылады. Одан кейінгі саған көрсететінім қазақта қазақ қыздары, яғни қазақ аналары, қазақ келіндері әр кезде тамақ жасайды. Сол үшін білезік тағылады. Білезік бұл тазалыққа, ұстаған әрбір тағамдарының таза болуына ықпалын тигізеді деп осы қос білезікті екі білезігіне тағып жүрген. Яғни бұл білезігіміз бізде алтынмен шайылған, өнері сіркелеп жасалған, жапсырылған 3 қызыл қаспен, яғни бұларды 3 қасты деп аталады. Мынау тастары қас деп аталады. Қос қолға тағылады. Ал мынау бұл да бізде осы теңгеде өзіміздің ауылымызда Қуаныш Алпысбайұлы деген зергеріміз бар. Сол кісі өте әдемі соғады. Бұл бір қасты білезік деп аталады. Бұл да таза күмістен жасалған, алтынмен шайылған. Одан кейінгі көрсететінім, қызым, мынаның барлығы саған арналған. Бұлар 3 аяқты сырғалар деп айтылады. Сырғада, яғни тіл көзден, қыздың басқа бір түрлі жаңағы жаман нәрселерден қорғайды деп қызға күмістен сырға таққан. Мінекей мынауда сондай 4 аяқты сырғамыз. Ал қызым, егер мынаған келетін болсақ, бұл да алқа. Алқа, мынау тақта деп аталады. Әр тақтасында, мінекей өзің көріп отырсың, бұл тақта алтынмен шайылған, яғни 2 ғасырға жуық өмірі бар жасалған, өте ерте кезде жасалған. Бұл менің әжемнен қалған, яғни өңір жиек деп айтылады. 7 аяғы бар, араларда түрлі шынжырмен қосылған. Көбінесе қыз балаға таққан кезде мына бір тақтаны тағады. Ал жаңа қыз бала басқа үйдің есігін аттап келін атанған кезде, балалы болған кезде бұл өңір жиек тағылады. Өңір жиекті балалы ана баласын емізген кезде сол өңірі ашылып кетпесін, өңірін жауып тұру мақсатында тағады екен. Яғни және жүріс-тұрысы түзу болу үшін. Яғни өңір жиекті таққан кезде, шашбауды таққан кезде адам әр кезде бойын тіке ұстайды. Себебі өңір жиек ауыр болғандықтан бұл алға тартып тұрады. Әр кезде
адам басын тіке ұстап жүру үшін шашбауды, өңір жиекті осы жас келіндерге, қыздарға арнаған.